Фильмде Американың Лос-Анджелес қаласы көрсетіледі. Қалада екі қылмыстық топтың арасында аса қауіпті соғыс жүріп жатады. Бірі Колумбиядан келген есірткі картелі, екіншісі ямайкалық банда. Оларды тоқтату үшін полицияда бар күшін салып күресіп жүр. Қарулы қақтығыс кезінде екі полиция қызметкері жараланып, оларды құтқару үшін көптеген тәртіп сақшылары да оқиға орнына жиналады. Осы жағдайды хабарлау үшін журналистерді келіп жеткен еді. Ал олардың бәрінің үстінен биік ғимараттың төбесінде бәрін мұқият бақылап тұрған жыртқыш бар болатын. Қылмыскерлер полицияға үстемдік ете бастаған сәтте оқиға орнына фильмнің басты кейіпкері, полиция қызметкері Майкл Харриган келеді. Ол әріптесімен сөйлесіп жағдайды сұрайды. Әріптесі көптеген офицерлердің жараланғанын және қосымша күштің кешігетінін айтады. Сонда Майкл қылмыскерлермен өзі шайқасуға бел буады. Ол көлігінің жүк салғышынан арнайы қаруын шығарып, оқтан қорғану үшін көліктің терезелеріне оқ өтпейтін қалқандар орнатады. Содан кейін көлігін атыс жүріп жатқан жердің дәл ортасына айдап барып тоқтатады. Соның арқасында жараланған полициялар құтқарылып, қылмыскерлер шегінуге мәжбүр болады. Майкл алға ұмтылып көшеде қалған банда мүшелерін бірінен соң бірін жояды. Оның бұл ерлігін төбедегі жыртқыш ерекше қызығушылықпен бақылап тұрған еді. Осы уақытта ғимарат ішінде бандиттер қаруларына қайтадан оқ дәрі салып жатқан болатын. Кенеттен шыны төбе быт-шыт болып сынып, көзге көрінбейтін әлдебір мақұлық оларға шабуыл жасайды. Төмендегі полицейлер жоғары жақтан жарылыстардың дыбысын естиді. Жағдайды тексеру үшін Майкл екі әріптесі Дэнни мен әйел офицер Леонамен бірге жоғары көтеріледі. Арнайы бөлімінің бір қызметкері оларды тоқтатып, көмек келгенше күтуді талап етеді. Бірақ Майкл оның сөзін тыңдамайды. Жоғары көтеріліп бар жатқанда олар адамдардың жан даусымен айғайлағанын естиді. Біраздан кейін үрейленген бір адам оларды көре сала бейберекет оқ жаудыра бастайды. Әлгі адамның қатты қорыққаны соншалық қайда тұрғанын және кімге оқ атып жатқанын өзі де білмейтіндей еді. Сасқан күйі ол шатырға қарай қаша жөнеледі. Ал Майкл оның соңынан ереді. Шатырға шыққанда әлгі адам көзге көрінбейтін бір нәрсеге оқ жаудырып жатқан көреді. Майкл оған тоқтату туралы ескерту жасайды, бірақ ақырында оны атып жаралайды. Жараланған адам шатырдан төмен құлап кетеді. Майкл әлгі адамның неге оқ атқанын түсіне алмай тұрғанда көзге көрінбейтін тіршілік иесінің сұлбасын байқап қалады. Ол жыртқыш еді, бірақ Майкл мұны өз көзіне өз сенбей, елес көргендей қабылдайды. Кейін олар мәйіттік тексергенде жарақаттардың өте ерекше екенін анықтайды. Мұндай іздерді жердегі ешбір қару қалдыра алмайтын еді. Біраз уақыттан соң Майкл басшысынан сөз естиді. Себебі ол қосымша күшті күтпей әрекет еткен болатын. Жаза ретінде оны істен шеттетеді. Кейін Майкл бұл істі жүргізетін Питер Кейзбен кездеседі. Сондай-ақ оның тобындағы жаңа қызметкер Джерри Ламбертпен танысады. Джерри әзілқой әрі әйел құмар жігіт болатын. Сол кеште колумбиялық есірткі мафиясының басшыларына қарсы шабуыл жасалады. Дәл сол кезде жыртқыш та пайда болады. Ол лазерлі көздеуішпен жабдықталған қаруын пайдаланып құрбандарын нысанаға ала бастайды. Ешкім оны көре алмайды. Сондықтан бәрі жан-жаққа бейберекет оқ жаудырады. Жыртқыш біреуін найзамен түйреп өлтірсе, енді біреуін металл торымен ұстап жояды. Осы көріністер оның қаншалықты әртүрлі әрі қауіпті қаруларға ие екенін көрсетеді. Көп ұзамай Майкл мен басқа полицейлер оқиға орнына келеді. Олар барлық мәйіттердің төңкеріліп ілініп тұрған көреді. Майклдың әріптесі мұны ямайкалық банданың жетекшісі Кинг Виллидің бұйрығымен жасалған деп ойлайды. Тексеру барысында Дэнни қабырғадан бір металл сынығын табады. Бұл жыртқыш шабуыл жасаған кезде сынған қару бөлшегі еді. Дэнни оны Майклға көрсетеді. Алайда олар сынықты алып үлгермей жатып, Питер Кейз келіп, Майклды тергеуге араласпауға шақырып, ол жерден кетуін талап етеді. Сыртқа шыққан соң Майкл Дэнниге екеуі түнде қайта келіп, бөлмені мұқият тексеретіндерін айтады. Бірақ Дэнни Майклға айтпай бөлмеге жалғыз өзі келеді. Ол жасырын түрде төбеге көтеріліп, металл сынығын алып шығады. Өкінішке қарай, дәл сол жерде жыртқыш та аңдып жүрген еді. Осылайша Дэнни жыртқыштың құрбанына айналады. Шабуыл кезінде оның мойнындағы алқасы жерге түсіп қалады. Дэннидің өлімін естіген Майкл қатты ашуланып, Питер Кейзбен жанжалдасады. Өйткені Дэнни оның 15 жылдан бергі ең жақын досы болатын. Майкл досының кегін алмай тынбайтын айтады. Кейін ол Дэннидің денесінен табылған металл бөлшекті зертханаға жібереді. Сарапшылар оның жер бетінде кездеспейтін элементтен жасалғанын анықтайды. Яғни бұл периодтық жүйеде жоқ, мүлде бөтен материал еді. Істі әрі қарай зерттей отырып, Майкл ямайкалық банданың басшысы Кинг Виллимен кездеседі. Ол Кинг Вилли бұл жұмбақ кісі өлтіруші туралы бірдеңе біледі деп күдіктенеді. Кинг Вилли Майклға: "Мұны істеп жүрген нәрсе бұл әлемнен емес, ол біздің түсінігімізден тыс, басқа дүниеден келген мақұлық" дейді. Что убивает твоих и моих из другого мира. Я чувствую его повсюду.
Дәл сол сәтте жыртқыш Майклдың ізімен келіп Кинг Виллиге жетеді. Ол оның басын шауып алып, оны кезекті олжас ретінде сақтап қояды. Кинг Виллидің бассыз денесі табылған кезде қалада үлкен дүрбелең басталады. Барлық жаңалықтарда қалада не болып жатыр деген сұрақ қойылады. Осы уақытта Майклдың әріптесі Леона жаңа мәлімет алады. Олар жыртқыштың қай жерде жүргенін анықтаған еді. Леона Майклға теміржол станциясының маңында кездесуді ұсынады. Леона пойызбен келе жатқан кезде бірнеше бұзақы жас жолаушыларды қорқытып жатқан көреді. Полиция туралы сөз шыққан бойда олар қаруларын шығарып, айналасындағыларға кезенеді. Кенеттен жыртқыш пойыздың төбесін бұзып кіріп келеді. Төбенің қирауынан электр жүйесі істен шығып, жарық өшеді. Қараңғыда жыртқыш бәрін анық көре алады да, қолында қару бар адамдарды бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Джерри Леонаның өмірін сақтап қалу үшін вагонның есігін жауып, жыртқышты өзіне қарай тартады. Ол жыртқышқа бірнеше рет оқ атқанымен ешқандай нәтиже болмайды. Ақырында Джерри қаза табады. Леона шұғыл тежеу тетігін басып пойызды тоқтатады. Пойыздан тоқтаған соң ол артқы вагонға өтеді. Сол жерде Джерридің мәйітін көреді. Ал дәл сол сәтте торуылдап тұрған жыртқыш оған шабуыл жасауға ұмтылады. Леонаға шабуыл жасамақ болған жыртқыш оның жүкті екенін байқайды. Өз ережесіне сай ол жүкті әйелдерді өлтірмейтін болғандықтан Леонаны тірі қалдырып кетеді. Майкл теміржол станциясына жеткенше тым кеш болып кетеді. Ол Леонаны аман табады, бірақ Джерри еш жерде көрінбейді. Станция ішіне кіргенде комиссар оған Джерридің қаза тапқанын хабарлайды. Кенет Майкл біреудің жүгіріп бара жатқан дыбысын естиді. Ізіне түскенде ол жыртқыштың бейбіт тұрғындарды өлтіріп жатқан көреді. Жыртқыш бей ғимараттың үстімен секіріп қашып кетеді. Ал Майкл көлігімен оның соңынан қуа жөнеледі. Қуғын барысында Майкл қаңырап қалған ауданға келеді. Бірақ жыртқыш көзден ғайып болып кеткен еді. Сол кезде белгісіз бір көлік Майклдың машинасына соғып, ішінен шыққан адамдар оны күштеп жүк көлігіне алып кетеді. Жүк көлігінің ішінде Майкл күтпеген адамды көреді. Ол арнайы агент Питер Киз болатын. Бұрын екеуінің арасында жанжал болған еді. Питер Майклға таңғаларлық шындықты ашады. Оның айтуынша, жыртқыштар жерге бірнеше рет келіп, аңшылық жасайтын жат жерлік нәсіл. Үкімет олардың озық технологиясын қолға түсіруге тырысып жүр. Себебі олардың қару-жарағы адамзатты технологиялық тұрғыдан жүздеген жылға алға жылжытуы мүмкін еді. Питердің тобы жыртқышты тірідей ұстаудың жоспарын әзірлеген болатын. Олар арнайы костюмдер киеді. Бұл костюмдер жыртқыштың көру жүйесіне көрінбейді. Жоспар бойынша олар оны сұйық азоттың көмегімен мұздатып, тірідей қолға түсірмек болады. Восторгаетесь ублюдком? Не тем, что он делает, лейтенант, тем, каков он. Тем, что он может дать. Новая эра технического прогресса. Арнайы жасақ кәріз жүйесіне түсіп, жыртқышты қоршауға алады. Алғашында жыртқыш оларды көре алмайды, бірақ өзінің жетілдірілген құрылғылары арқылы жарық толқындарының ұзындығын өзгертіп, олардың ультракүлгін шамдарын көре бастайды. Содан кейін нағыз қырғын басталады. Жыртқыш арнайы жасақ мүшелерін бірінен соң бірін өлтіреді. Ұрыс кезінде оқтары су құбырларына тиіп кетіп, ғимараттағы өрт сөндіру жүйесі іске қосылады. Су жан-жаққа шашыра бастайды. Майкл бұл оқиғалардың бәрін көліктегі монитор арқылы бақылап отырған еді. Питер Кизбен араз болса да, ол оны құтқаруға шешім қабылдайды. Үлкен жарылыс жасап, Майкл жыртқыштың назарын өзіне аударады. Су оның құрылғыларын зақымдап, енді ол көрінбейтін күйде қала алмайды. Осылайша Майкл алғаш рет жыртқышты анық көреді де, оған оқ жаудырады. Жараланған жыртқыш жерге құлайды. Майкл оның маскасын шешіп қарағанда, мақұлықтың түрі өте қорқынышты әрі жиіркенішті екенін көреді. Бірақ көп ұзамай жыртқыш есін жинап, қайтадан шабуылдайды. Дәл сол кезде Питер Киз араласуға тырысады. Алайда жыртқыш бумеранг тәрізді қаруын лақтырып, оның денесін жұлып түсіреді. Мұны көрген Майкл қашып кетеді. Ол баспалдақпен шатырға көтеріледі. Жыртқыш та соңынан жетеді. Шатырда олардың арасында шешуші шайқас басталады. Жыртқыш найзамен шабуыл жасайды, бірақ Майкл жалтарып үлгереді. Бір сәтте жыртқыш ғимараттың шетіне таяп қалады. Майкл оны итеріп жібермек болады, бірақ өзі де бірге құлап кете жаздайды. Екеуі де шатырдың жиегінде салбырап тұрады. Осы кезде Майкл жыртқыштың өз қаруын пайдаланып, оның бір қолын шауып түсіреді. Жыртқыш төмен құлайды, бірақ құбырларға соғылып, көрші ғимаратқа түсіп кетеді. Жараланған жыртқыш жуынатын бөлмеге кіріп, қышқыл затпен сынған әйнектерді пайдаланып, өз жараларын емдейді. Ал Майкл оның түсіп қалған қаруын алып, соңынан қуады. Жыртқыш Майклды көрген бойда тағы да қашады. Қуу кезінде Майкл бір туннельге құлап түседі. Сол жерде ол бұрын соны көрмеген ғарыш кемесін табады. Бұл жыртқыштың жерге келген кемесі еді. Кеменің іші түрлі трофейлерге толы болатын. Қабырғаларында әртүрлі ғаламшарларда өлтірілген мақұлықтардың бас сүйектеріне іліп тұрады. Солардың арасында өте ерекше әр қорқынышты жаратылыстардың сүйектері де бар еді.
кенеттен жыртқыш қайтадан шабуыл жасайды. Екеуінің соңғы шайқасы басталады. Майкл қолға түсірген жат жерлік қаруды пайдаланып, ақыры жыртқышты өлтіреді. Бірақ дәл сол сәтте тағы бірнеше жыртқыштар пайда болады. Олар бүкіл уақыт бойы көрінбей тұрып, осы жекпе-жекті бақылаған екен. Жыртқыштардың көсемі Майклдың ерлігіне тәнті болады. Жауын жеңген үшін оған сыйлық ретінде көне тапанша береді. Содан кейін олар қаза болған серігінің денесін алып, ғайып болады. Майкл ғарыш кемесінен шығып үлгереді. Біраздан соң кеме алып от шарларын шығарып, аспанға көтеріліп, өз әлеміне қарай ұшып кетеді. Осылайша фильм аяқталады. Фильмнің соңындағы қызықты жайттардың бірі жыртқыштар көсемі Майклға сыйлаған көне тапанша. Тапаншаның үстінде Рафаэль Адолин 1715 деген жазу бар. Рафаэль Адолин теңіз қарақшысы болған адам. Аңыз бойынша ол бір сапар кезінде өз экипажының сатқындығына тап болады. Сол кезде оған жараланған жыртқыш көмектесіп, екеуі бірге бүлікшілерден кек алады. Алайда шайқас кезінде қарақшы ауыр жараланып, өлер алдында ризашылығының белгісі ретінде өзінің тапаншасын жыртқышқа сыйлап кеткен екен. Содан бері бұл қару жыртқыштар үшін ерекше құрмет белгісі ретінде сақталып келген екен.